Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы макромолекулалардың негізгі сипаттамалары. Бүгінгі дәрісте біздер полимерлердің молекулалық массасы жөніндегі түсінікті қалыптастырамыз. Полимерлердегі молекулааралық әсерлесуді қарастырамыз. Макромолекулалардың конформациясын білетін боламыз. Полимер мен төмен молекулалық қосылыс үшін молекулалық масса деген ұғым бірдей емес. Кез келген таза төмен молекулалық қосылыстың құрамына сәйкес нақты молекулалық масса болады. Ол алу жолына байланысты емес. Ал полимер ұзындығы әртүрлі макромолекулалардан тұрады. Алу жағдайына қарай макромолекула тізбегіндегі буындар саны, яғни оның молекулалық массасы әртүрлі болады екен. Сондықтан полимер полидисперсті болып келеді. Оның молекулалық массасы біркелкі болмайды. Ұзындықтары әртүрлі, бірақ бірдей химиялық буындардан тұратын макромолекулалар полимер гомологтар деп аталады. Орташалау әдісіне байланысты молекулалық масса орташа сандық, орташа массалық және орташа тұқырлық деп бөлінеді. Орташа сандық молекулалық масса Mn деп белгіленеді. Барлық молекулалардың молекулалық массаларының қорытындысының, яғни полимерлердің жалпы массасының барлық молекула қатынасына тең екен. Орташа массалық молекулалық массаны mu әр молекуланың молекулалық массасын осындай молекулалық массасының барлық молекулалық массадағы үлесіне көбейтіндісімен қосып табуға болады екен. Жалпы молекулалық масса Ni-дің суммасы деп қарастыратын болсақ, әр молекулалық массаның үлесі мына теңдеуге тең болады екен. Сонда мына жерде орташа массалық молекулалық масса осы теңдеу арқылы табу шығаруға болады екен. Полимерлердің молекулалық массасын орташа тұтқырлық молекулалық массамен сипаттауға болады. Осы формула бойынша есептейміз. Орташа сандық молекулалық масса Mn полимер ерітіндісінің қату температурасының төмендеуі, яғни криоскопия, қайнау температурасының өсуі, эбулоскопия, осмос қысымы мен бу қысымының төмендеуі сияқты концентрацияға молекула санына тәуелді қасиеттерді өлшеу арқылы анықтауға болады екен. Орташа массалық молекулалық масса mu жарық шашырауының таралуын өлшеу арқылы ультрацентрифуга немесе диффузия әдістерімен анықталады екен. Орташа тұтқырлық молекулалық масса массаны анықтауға вискозиметрлік әдіс қолданылады екен. Енді жоғары молекулалық массалардың физикалық қасиеттері, бұлар молекулалар арасындағы күштер полимерлердің көптеген физикалық қасиеттеріне әсер етеді. Мысалы, иондану температурасына, жұмсару мен балқуына, ергіштігіне, ұшқыштығына, беттік қасиеттеріне, сыйысушылығына, балқыманың тұтқырлығына, кристалдығына, электрлік және механикалық қасиеттеріне әсер етеді екен. Молекулалық күштер химиялық күштерге қарағанда 1-2 есе әлсіз, және молекулалар бір-бірінен алшақтаған сайын әлсірей береді.
Бірақ олардың полимердегі жиынтық эффектісі химиялық байланыс энергиясынан артуы да мүмкін екен. Молекула аралық күштерді екі топқа бөлуге болады. Яғни алыс қашықтықта байқалатын ван дер Вальс және жақын қашықтықта әсер ететін валенттік немесе химиялық күштер деп бөлуге болады екен. Ван дер Вальс күштерінің өзін жаңағы үшке бөлінеді. Бұлар ориентациялық, дисперсиялық және индукциялық деп үшке бөлуге болады екен. Полюсті молекулалар бір-біріне жақындасқан кезде бір молекуланың теріс полюсі екінші молекуланың оң полюсіне тартылады екен. Яғни бағдарласқан дипольдар бірін-бірі тартып байланысады. Мұны диполь-дипольдік әсерлесу деп те атайды екен. Әсерлесудің бұл түріне сутектік байланыс едәуір үлес қосады. Өйткені сутектік байланысты диполь-дипольдік тартылыс күшінің ең жоғарғы шегі деп қарастыруға болады. Индукциялық күштер көпшілік жағдайда полюсті молекулалар полюссіз молекулалармен әсерлескенде туады. Полюсті молекуланың электр өрісінің әсерінен полюссіз молекулада диполь индукцияланады. Тұрақты диполь мен индукцияланған диполь біріне бірі әрі аттас полюстері арқылы тартылысады. Полюссіз молекулаларда өзара байланыса алады. Бұған сутегі, азот және аргон сияқты полюссіз молекулалардан тұратын заттардың сұйық және қатты күйде болуының өзі дәлел. Молекуладағы электрондар мен ядролар үздіксіз қозғалыста болады. Осыған орай электрон тығыздығының таралуы да үздіксіз өзгеріп отырады екен. Мысалы, хлор полюссіз молекула, оның тұрақты диполь моменті нөлге тең. Бірақ электрондар мен ядролар үздіксіз қозғалыста болғандықтан, кейбір уақыттың белгілі бір мезетінде хлор атомының бірінде электрон тығыздығы артып, лездік диполь түзіледі екен. Лездік дипольдар үздіксіз түзіліп, үздіксіз жойылып тұрады. Сондықтан да хлордың тәжірибе жүзіндегі анықталған диполь моменті нөлге тең болады. Ориентациялық күштер, бұлар тұрақты диполь моменттері бар молекулалар арасында туады. Диполь моменті заряд шамасын сол зарядтардың арақашықтығына көбейткенге тең болады екен. Егер полимердің диполь моменті нөлге тең болатын болса, онда олар полюссіз деп, ал нөлден жоғары болатын болса, онда олар полюсті деп аталады. Полюссіз полимерлерге полиэтилен, полипропилен, полиизопрен, полибутатен, полиизобутилен жатады екен. Полисті полимерлерге полярлы топтар болу қажет. Оларға жататындар поливинил спирті, целлюлоза, крахмал, полиакрилонитрил, поливинил хлорид және тағы басқа. Ориентациялық күштің шамасы мына өрнекпен анықталады екен. Мұндағы мю дегеніміз бұл диполь моменті, R дегеніміз кіші, бұл бөлшектің арақашықтығын білдіреді. Органикалық заттарда дисперсиялық әсерлер барлық молекулааралық әсерлердің 80-100%-ын алады. Өте полярлы молекулаларда су, мысалы, аммиак, осыларда дипольдік әсерлер дисперсиялық күштерге қарағанда басым болып келеді. Ішкі жылулық қозғалыс кезінде және көрші атомдардың әрекеттесуінен тізбекті макромолекула немесе оның бөліктері байланыс ұзындығы мен валенттік бұрышын өзгертпей әртүрлі жағдайда орналасуы мүмкін. Тізбекті молекуланың бөліктерінің
жылулық қозғалысының әсерінен кеңістікте әртүрлі болып орналасуын конформация деп атаймыз. Яғни конформацияның бір түрінен екінші түріне қарай өтуі бұл дара байланыс бойымен айналу, бұрылу немесе тербелмелі түрде жылулық қозғалыстың немесе сыртқы күштің әсерінен жүреді екен. Сыртқы күштердің және жылулық қозғалыстардың жиілігінің бір-біріне қатынасына байланысты конформация әртүрлі болуы мүмкін екен. Мысалы, мына суретте көрсетіліп отырғандай. Яғни статикалық шумақ, статикалық шумақ, спираль, глобула, таяқша, қатпарлы және бүгілмелі деп әртүрлі жаңағы конформация, осындай әртүрлі конформациялар болуы мүмкін екен. Мысалы, статикалық шумақ конформациясы, яғни әртүрлі дәрежеде бүктелген конформация сызықты полимерлерге тең екен. Спиральді конформация бұл жаңағы белоктарға және нуклеин қышқылдарына тән болады. Ал глобулалық конформация бұл қатты бүктеліп, ішіні тығыз шарға айналған конформация екен. Мұнда конформация молекула ішілік әрекеттестігі күшті макромолекулаларда болады. Мысалы, фтор атомдары бар полимерлер. Соның ішінде, мысалы, айтатын болсақ, политетрафтор этилен. Таяқша конформация және қатпарлы конформация бұлар жаңағы кристалды полимерлерге тән екен. Келесі бүгілмелі конформация, мысалы, полифарабензамидке тән. Макромолекулалардың өте маңызды қасиеттерінің бірі бұлар иілгіштік. Тізбектің иілгіштігі деп жылулық қозғалыстың немесе сыртқы күштердің әсерінен буындардың негізгі тізбегінің бойымен айналуын айтады екен. Макромолекуланың бұл қасиеті молекуланың жеке бөліктерінің бір-бірімен салыстырмалы ішкі айналмалы қозғалуымен байланысты болады. Кез келген заттың молекуласы атомдардың кеңістіктің белгілі бір бөлігінде орналасуымен және олардың арасындағы байланыстармен сипатталады. Мысал ретінде, этанның қарапайым молекуласын қарастырса. Бұл молекулада көміртек атомдары бір-бірімен және сутек атомдарымен ковалентті байланыс арқылы қосылған. Екі көміртектің арасындағы жалғыз сигма байланыс болғандықтан мұндай молекуланың бөліктері, мысалы, CH3 тобы осы байланыстың бойымен айналады екен. Бұл айналмалы қозғалыстың шамасы көміртек атоммен байланысқан басқа атомдардың бір-біріне әсер етуімен анықталады. Температура өскен сайын мұндай қозғалыстар күшейе түседі. Ал арасындағы қос байланысы бар, мысалы, этилен. Атомдар байланыс бойымен айнала алмайды, өйткені айналмалы қозғалыс болу үшін химиялық байланыстың біреуін үзу керек болады екен. Яғни, мұндай қос байланысты үзу бір байланысты үзуге қарағанда кішкене қиындау. Макромолекуланың негізгі тізбегінде орналасқан атомдар арасында жалғыз байланыс бар. Сондықтан полимерлердің әр буыны көрші буынмен салыстырғанда байланыс бойымен айналып қозғалып отырады. Бұл қозғалыс температураға байланысты өзгереді. Полимерлер молекуласының ішкі айналмалы қозғалысы жөнінде ұғымды алғаш рет Кум
Марк және Гуд деген ғалымдар енгізген. Олар тізбектің буындарының бір-бірімен салыстырғанда ішкі айналмалы қозғалысы еркін болуы мүмкін деп жорамалдаған. Көміртек атомдары бір-бірімен тек қана сигма байланыспен жалғасқан полимердің бір тізбегін жеке қарастыратын болсақ, мұндай тізбектің буындары жылулық қозғалыста болады. Яғни бір буын көрші буынға салыстырмалы түрде айналмалы қозғалыста болады. Яғни жаңағы мұндай тізбектегі валенттілік бұрыштар шектелмеген және сигма байланыстың бойымен еркін айналады деп есептейік. Тізбектің мұндай түрі еркін мүшеленген тізбек деп аталады. Мұндай еркін мүшеленген тізбектің буындары кеңістікте көрші буындарының орнына тәуелсіз өз бетімен орналасуы ықтимал. Осындай тізбек кез келген конформацияда болуы мүмкін, яғни барынша иілгіш күйде болады екен. Нақты полимерлердің тізбекті молекуласында валенттік бұрыштың белгілі шамасы бар және буындардың ішкі айналмалы қозғалысы валенттік бұрыштың шамасымен шектелген. Мысалы, мына суретті қарайтын болсақ, сондықтан нақты тізбектің буындары өз бетімен еркін орналаспаған, ал әрбір кейінгі буынның орны алдыңғы буынның орнына тәуелді болып келеді. Тіпті валенттілік байланыс бойындағы айналмалы қозғалыс мүлдем еркін деп ұйғаратын болсақ, мұндай тізбектің конформация шамасы еркін мүшеленген тізбектен аз болып келеді. Дегенмен мұндай тізбектің де иілуге қабілеті бар екен. Бүгін осымен екінші дәріс аяқталды. Назарларыңызға рахмет.